Желіде осы әңгіме жарқ ете қалғанда аты жөні елге беймәлім, бірақ басында тақиясы бар бір имам ЛГБТ ол Алланың қалауы деп айды аспанға бірақ шығарды. Жоқ, ол мына өмірде дердің болуы Алланың барына дәлел депті. Болуы дәлел емес пе Алланың барына? Қалай ойлайсыздар? Наоборот, бұл Алланың жоқ болуына дәлел болмау керек. Болуы Алланың бар екеніне дәлел. Неге деп ойлайсыздар? Жігіттер, сол логика, жігіттер, егер біздің қалауымыз болатын болса, Алла болмаса, біздің қалауымыз орындауға тырыспа, біздің қалауымыз болуы ма, болмау ма? Онда болмайтын еді. Бірақ біздің қалаған нәрсеміздің қарсысы болып тұр ма? Біздің қалауымыз орындалып тұр ма, орындалып тұрған жоқ па? Ол нені білдіреді? Онда біреу қалап тұр сенің қалауыңның орындалмауын. Ол қай зат? Ол бір зат қалап тұр. Сенде бүкіл қалауының орындалмауы дәлел емес пе Алланың бар екеніне? Видео Threads желісінде қатты тарап жатыр. Болуды Алланың бар екенінің дәлелі дейді ұстаз. Жазбада ер адам Алматыдағы Нұр Мүбәрак университетінде қызмет ететінді айтылған. Алайда имамның бұл пікірі жайлы әзірге бас мүфтият жауап бермеді.